Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді қытырлақ самсаны рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек заттар: лаваш, сиыр еті, пияз, жұмыртқа, май, күнжіт, зири талғамымызға қарай және тұз. Ең алдымен етті алып, осылай майдалап турап аламыз. Осылай турап алдым. Содан кейін пиязды алып, ұсақтап тураймыз. Ұсақтап туралған пиязды еттің үстіне саламыз. Содан кейін тұз, күнжіт талғамымызға қарай майды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін лавашты алып, осылай төртбұрышты етіп кесіп аламыз. Қоспамызды лаваштың бір шетіне салып, осылай конверт түрінде ораймыз. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін самсалардың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Содан кейін күнжіт сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Самсамыз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецептім ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға рахмет.